Жақында біздің еліміз қарулы күштеріміздің 20 жылдық мерейтойын атап өтпек. Бұл мерекені жалпыұлттық мереке десек, асырып айтқандық болмайды. Себебі отанымыздың қорғаныс қабілетінің жоғарылығы халқымыздың бейбітте алаңсыз өмірінің кепілі. Бүгінгі таңда Қазақстан әскерінің алдына қойған кез келген міндетті орындай алар, соңғы әскери техникамен жабдықталған заман талабына сай әскер екендігі көңіл өсіреді. Әрине, Қазақстан әскері 20 жыл ішінде бірнеше реформаны басынан өткере отырып, қалыптасып жетілді. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары кадр мәселесі қиын болды. Жоғары және орта буындағы офицерлер жетіспеді. Қазір бәрі қалпына келген. Елімізде әр саланың әскери мамандарын даярлайтын институттар жұмыс істейді. Әскери өнеркәсіпте қалпына келтірілген. Халықаралық әскери әріптестік жетіле түсуде. Біздің әскери құрамалар халықаралық дәрежедегі бірқатар оқу-жаттығу сынақтарына ойдағыдай қатынасып жүр. Әскердің өзі ғана емес, оған деген көзқарас та өзгерді. Бір кезде әрбір ер адам әскер қатарында болуды өзіне парыз санады. Әскерге бару жалпы әскери дайындықты жетілдірген мемлекетке де, өзіне қосалқы күш дайындаған әскерге де, ер азаматтардың өздеріне де пайдалы еді. Әскер қатарынан жігіттер шыңдалып, шынығып қайтатын. Кейін әскерге деген құлшыныс суый бастады. Әскер қатарына барудан тартыншақтайтындар қатары көбейді. Міне, бүгінгі таңда жағдай қайта түзелді. Әскер қатарында қызмет істеу, отан қорғауға деген жастар құлшынысы қайта пайда болды. Мыңдаған қазақстандықтар әскерге баруға құштар. Бірақ әскер қатарына алына қою қазір оңай емес. Бүгіндері сарап сүзгіден өткен барлық шақырылғандардың 20-25% ғана алынады. Ол да заңды құбылыс. Себебі әскеріміздің 65% әскери мамандар, кадрлық офицерлер мен келісім шартпен қызметке келгендерден құралған. Тілшіміз Мақпал Айбабина бүгінгі таңда қазақстандық әскердің абыройын кім арқалап, көшін кім өрге шығарып жүр? Осы туралы баян етеді. Қазақстан Республикасының қарулы күштері елбасының өкімімен 1992 жылдың 7 мамыры күні құрылды. Биылғы жылы еліміздегі қорғаныс құрылымына 20 жыл толып отыр. Осы аралықта Қазақстан әскері айтарлықтай күш жинап, аяғынан нық тұрды. Облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің аға лейтенанты Жангелді Айтмұхамбетовтің әскери салада еңбек етіп жүргеніне 12 жыл болды. Әскери қызметте еңбек ету оның бала кезгі арманы. Мамандық таңдауына Ұлы Отан соғысының ардагері болған атамның да ықпалы зор болды дейді ол. Дед, видя это, всегда мне в детстве говорил, вот... Атам маған бала кезінен Суворов училищесіне оқуға барасың деп айтатын. Мен де соған жастайымнан іштей дайындалып, әскери қызметкер боламын деп мақсат қойдым. Аға сержант Гүлбағда Тоғаева да әскери қызметте еңбек етіп жүргеніне еш өкінбейтінін айтады. Оның келісім шарт бойынша еліміздің қарулы күштерінде қызмет етіп жүргеніне 8 жылдан асқан. Плюсы контрактной службы заключается, во-первых, еңбек ақымыз жаман емес, сонымен қатар еңбек жолында өсуге деген мүмкіндік бар. Бүгінде өзін жақсы қырынан көрсеткен жастарға одан әрі әскери қызметте қалуға жағдай бар. Заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес әскери қызметте келісім шарт арқылы еңбек етіп жүрген қызметкерлерге де баспана қарастырылмақ. Сонымен қатар әскери адам екінші жоғары білім алғысы келсе, оқу ақысының 50% мемлекет есебінен жүргізіледі. Облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент мәліметтеріне сәйкес, облыс бойынша ай сайын 10 адам келісім шарт арқылы әскери қызметке барады. Сонымен қоса әскери қызмет орнын, яғни қала, ауданды таңдау құқы беріледі. Асқар Жантенов 17 жаста облыс орталығындағы оқу орындарының бірінде бірінші курста білім алып жүр. Заңгер мамандығына оқып жүрген Асқардың алдына қойған мақсаттарының бірі отан алдындағы әскери борышын өтеу. Служба в армии дает какой-то... Әскер қатарына барып борышыңды өтеп келу өзіңе деген сеніміңді нығайтып, ішкі дайындығыңды тиянақтайды және денеңді шынықтырады деп ойлаймын. Әскери қызмет еткім келеді. Өйткені әрбір еркек әскерге барып келгесін өзін мықты жігіт деп санайды. Әрбір адам әскерде қызмет еткісі келеді. Мен өзім әскерде қызмет еткім келеді. Әскерде қызмет ету ол әрбір адамның борышы болып табылады. Өйткені онда сен өз сана сезімің көбейіп, мықты боласың. Бүгінде ел тыныштығы мен тәуелсіздігімізді білімді елінің нағыз патриоттары қорғауда, яғни қазақ елінің болашағы рухы мықты білікті жастардың қолында болмақ.
Мақпал Айбабина, Қайрат Абенов, Василий Вережников, Апта.